Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің топ мүшелері тағы да рейдке шықты. Бұл жолы мемлекеттік бағдарламалар аясында жалға берілген және жаңғыртудан өткізілген тұрғын үйлерге мониторинг жүргізді. Тұрғындар шағымын тыңдап, орындалу жолдарын талқылады. Тақырыпты мониторингтік топпен бірге нысандарды аралап келген журналист Лұқпан Елеу толықтырады. Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Батыс Қазақстан облысы бойынша департамент қызметкерлері бірлескен рейд барысында тұрғындардың арыз шағымдары тыңдалды. Басты мақсат ашықтықты қамтамасыз етіп, халықтың пікірін ескеру. Бұл жолғы рейдке Мөңкеұлы көшесі 120-ші мекен-жайдағы көп қабатты үй мен Ықсанов 73 және Кердері көшесі 129-ші мекен-жайларындағы жаңғырту жұмыстары тексерілді. Мөңкеұлы көшесі бойындағы 120-ші үй бұдан 2 жыл бұрын салынып пайдалануға берілген. Жаңа баспанада негізінен апатты үйлердің тұрғындары уақытша мекен етеді. Сонымен қатар жетімдер үйінің тәрбиеленушілеріне берілген баспана. Тұрғындар тарапынан әзірге түйінді мәселе көтерілген жоқ. Тек пәтер иелер кооперативтері мен жедел сатыны пайдаланғаны үшін төлем төлеу баяу көрінеді. Үй ауласы мен кіреберістердің тазалығы да сын көтермейтін сыңайлы. Сол бірінші подъезд бен төртінші подъездің мәселесін қарау керек. Жителер өздері тұрса жақсы болар еді. Сосын мына временный жителер бар ғой, жаңағы неге үйлері сносқа кеткен. Ол кісілер де жаңағыдай осы үйдің несіне атсалысуға біздер временныймыз, ертең шығамыз деп нетпейді. Сондықтан олардың подъездерінде вообще порядок жоқ. Тұрғындардың шағымына құлақ түрген мониторингтік топ мүшелері сала басшыларына жеткізіп, орындалуын қадағалайтындықтарын айтты. Қазіргі таңда біз Мөңкеұлы 120, Ықсанов 73, Кердері 129 үйлерде мониторинг жұмыстарын жүргізудеміз. Осы мониторинг жұмысы барысындағы табылған ескертулер бойынша тиісті шаралар қабылданатын болады. Топ мүшелері Ықсанов және Кердері көшелеріндегі 5 қабатты үйлердің модернизациядан өткізілгеннен кейінгі жағдайымен де танысты. Екі үйде салынғандарына 40 жылдан астам уақыт өткен. Сол себептен жауын кезінде шелектеп тамшы ағатын. Өткен жылы төбе жаңғыртылып, тұрғындар риза көңілде. Ана істеген жұмыстары жақсы болды. Крыша неткен жоқ, ана төбе аққан жоқ, су жібермеді. Ана адамдар, тұрғындары риза, пока жалобы жоқ. Екі баспананы да бір мердігер компания жаңғырту бағдарламасы аясында жөндепті. Қысы жазы алаңсыз күй кешетін жағдайға жеткен тұрғындар төлемдерін де уақытылы төлеп отыр. Жобаның сметалық құны 22 миллиондай. Қазіргі таңда бұлар 15 жылға бөлініп, ай сайын 1000-2000 шамасында, орта есеппен 2000 шамасында төлем төлеп отыр. Қайтарым бүгінгі күнде тұрғындардан жаман емес, 70-80% құрап отыр. Бүгінгі күнде бұл үйден шағымдар түскен жоқ. Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері осындай рейдтер жүргізуді одан әрі жалғастыратын болады. Бұл қоғам алдындағы ашықтық пен есептілігін күшейтуге ықпал етері анық. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.